Отбасы сыйластық, жарастық орнаған орта. Кішкентай отан. Отан отбасынан басталады дегендей, отанды сүю отбасынан басталатыны рас. Себебі отбасы бала тәрбиесінің ең алғашқы ұжымы. Адамның жеке басының қалыптасуы отбасынан басталады. Оның ер жетіп өсуі, бойындағы алғашқы адамгершілік белгілер отбасында қалыптасады. Сондықтан да туған үйдің жылуы оның көкірегінде көп жылдар бойы сақталып, мәңгі есінде жүреді. Отбасы табиғат сыйлаған кереметтердің бірі. Жеке адамның бойындағы ар ұятын, ақыл ойын, адамгершілігін, мәдениеттілігін тәрбиелеуде отбасы алғашқы қадам. Отбасы өте қажетті, басқада еш нәрсемен өзгертуге болмайтын баспалдақ. Отбасында адам бойындағы асыл қасиеттер жарқырай көрініп қалыптасады. Отанға деген ыстық сезім жақындарыңа, туған туысқандарыңа деген сүйіспеншіліктен басталады. Сол себепті де біз отбасын отанның кішкентай бір бөлшегі ретінде қарастырамыз. Өз үйім өлең төсегім деп қазақтан алғанда айтылғандай, өз отбасың, өз үйің әр қашан жылу тартып, жанға жақын болады. Сол себепті де әр адам өз отбасын сыйлап, құрметтей білуі шарт. Себебі қазіргі кезде көп жастар шет елдерде оқып, сол елдерде қалып қояды. Бұдан отанға деген ешқандай ізгі ниетті байқамаймыз. Сондықтан да отбасын қалай қадірлесек, дәл солай отанды да қадірлеп, қолдан келгенше аялауымыз керек. Не болса да отанның бір бөлшегі отбасыңа ештеңе де жетпейді. Өйткені отбасы табиғаттың әр адамға сыйлаған керемет бір сыйы. Соны мәңгі есте сақтап, ұмытпаған жөн.